Достар, баршаларыңызға сәлем. Осындай банан қосылған керемет пирогтың рецебін сіздерге ұсынамын. Бастысы миксерсіз дайындалады. Ол үшін бізге 2 банан қажет болады. Осылай бананды үгітіп аламыз. Вилкамен істей берсеңіздер болады. Барлығын жақсылап тұрып осылайынан езіп аламыз вилкамен. Кейін осының үстіне 1 жұмыртқа жарамыз, араластырамыз. Вилкамен араластырамыз. Кейін оған қантымызды қосамыз. Қантымызды қосып араластырып алу керек болады. Қалауларыңыз бойынша жаңағы орех, изюм, шоколад қосуға болады. Мен жалпы үйде не бар, соны қоспақшы болдым. Кейін оған сұйық май құямыз. Сұйық майды араластырамыз. Содан кейін менде үйде орех болды, кішкене изюм болды, мен соны қостым. Бірақ ол міндетті емес, қалауларыңыз бойынша. Онға қопсытқышты, какаоны және соданы қосамыз да, жаңағы сұйық массамызға ұнымызды салатын боламыз. Барлығын алдымен вилкамен, кейін лопаткаменен араластырып, жаңағы 1 келі масса жасайтын боламыз. Кейін формамызды аламыз. Менің формамның диаметрі 24 см. Формамызға салып, қызып тұрған пешке, 180 градустық пешке 30-40 минутке қоямыз. Міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Дайын болған пирогымыз осындай болып шығады. Осындай үлпілдек, өте дәмді. Қалауларыңыз бойынша үстіне сахарная пудра себуге болады. Бірден шайға бере берсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Райхан.